Мен қазір тиктоктағы депутат мәжілісі Ардақ Назаровтың бұрынғы видеоларын қарап, төбе шашым тік тұрып көтім ашып отыр ғой. Бір таңғаларлық жағдай, бұл кәдімгі мәжіліс депутаты ғой. Былайша айтқанда Қазақстанда заң қабылдайтын органдағы мүшесі болып есептеледі да. И былайша айтқанда аузын толтырып айтады ғой, мен мәжіліс депутатымын деп өмірдегі жетістікке жеткенде айтатын шығар. Бірақ бұрынғы видеоларын қарасаң, вообще деген былайша айтқанда бар ғой, тілім сөзім жетпейді былай. Ана кісінің бүйтіп қарағанда біреу сұхбат алып біреу тартқылады ғой, осы депутат болсын билікке барсын дегенде артында қай ағалар тұр екен, сұхбаттарға шақырып журналистерге анау интервью берген кездегі сөздерінен ойбай. Мына Ардақ Назаров енді былай айтқанда менің шамалас құрдасым, бірақ деген сөздерін қарағанда жарайды, ол кәдімгі қарапайым қазақтың азаматы болса екен, ол бір блогер болса екен, олар адамдар көп қой, бірақ деген мына мәжіліс депутаты ғой былайша айтқанда. Бұны халық сайлап, оны депутаттыққа отырғызып, ол деген халықтың мүддесін қорғау керек, бірақ деген мынандай сөздеріне қарағанда. Екіншіден, бұл кісіні қазіргі кезде мысалы подкаст бірдемелерге түсіреді ғой, ондай просто так шақырмайды ғой. Бұл кісіні хабарда да нелері бар, қазіргі видеолар шығып жатыр. Біртүрлі болып отырмын. Сондықтан бұл жерде мен айтатын тағы да, мен бұл депутатқа сенім жоқ, біріншіден. Екіншіден бір сұрағым, қазаққа бұндай депутат керек па, керек емес па? Қазақ халқы осындай депутат тағайындаса, менің ойымша қазақ халқы уже түбіне жеткен сияқты. Сондықтан бұл жерде төбе шашым тік тұрып, мен бұл депутатпен келіспеймін, бұл мәжілісте отырып заң қабылдағанын.